Сүрлі күнлі Тулалтайдың елдеуіні жақшылық тұттанлады федерал программаны улалтып тұрып сілерге Амрил Качинов ештей. Күн толышты сығынайдың 29 күні сеспейді қалды сақ тышқары күз, қышта сезілетпе қандай. Бүгін темдіктелеп тұрған байрамдар тозында чүректің, отоларингологтың күндері те мен сілерге оқылы емес, солын күн керегінде құлшында перейін. Сығынайдың ұшында чоқымдазас бүгінге күскеде жаңсқандыра болырының күйіні кележет. Жасқыда күскеде кижінің күн саназы құбылып тұрған деп айдар керек, емділі тұшқары сой берген тяж кезектей қар жай. Ар бүткен қышқа кереріне белетенет. Бұ аялға бізке де табарып тұрған кижі бойының саналарына түжет. Бұ тұшта кижі тоқынап тұрған деп кетіруді айдылады. Онды шылтақлы күскеде жаңсқандыра болырының күйіне табылған деп мен сананадым. Оны ар бүткенде телефондордың керектерден ырақта өткірер керек. Түрта ұлысқа мақалу, тұшқарыла шығып саналарла тұшта жарар. Мұнда мен тергебістің оқылы кетірулеріне көчіп дедім. Терге башчысы Али Харахордин Алтай Республикада коррупцияға одалажар қамыстың жөнін өткірді. Оның тұршылары коррупцион бөдөйлі қаршылы керектерде жартары сұрақтарды, оны ойдақ бұл жасақ бұзымдарла еділген шығымдардың жандырызын шештері іштерді шүйіштілер. Тоғылық теребісті Алтай Республикада коррупцияға одалажары дегіп адалған программа іштейді. Оның ішінде коррупция бол-болзылы өскөде жазақ бұзымдары айынша іштеп тұрған специалистер ұзын биіктері үреду алдылар. Оны ойдақ бұдел спарк деген системаға кірер арғалар берер четірлік агентстволы төп төжі тұрғыстылар. Бұл иделі аналитикалық система қуырмақтанышқа одыра болған керектердің чыңдайын таңыдарына ұланған болыр. Алтай Республика жағанның аппаратында коррупционлы өскөде жазақ бұзымдарды болдытпазында ұланған бөліктің жағаны Иван Кривоспицкийдің айтқанылы, бұл система шылтуызында Россия ішінделі өскі орағындарда чотта тұрған таңынан арғачыларлы юрлицолар керегенде четірлер арғалар бар. Айтылған программа болы жылы аппараттың ішшілері коммерциялық емес өзімелдерді башқарыпла, устав капиталында үлі-үлі емезі таңынан арғачы болған тап ерікті ел службада тұрғандардың елезіне берен шығадылар. Коррупциялы құрмақтаныштың қаршыздан етілген жылышыларды қайра жандырарын алғашын бұл ұчыралда қарылы болғандар жарғыға ұғызылы башланады. Онша ұчыралдарда жарғы өдірі жолды. Олардың жүйбілі керектер açılar. Корналтайстағы панорама деп садула соттың төстерінде өрт өчірерілі тактикалық үреділер болды. Озолындыра темдектелген соодиңла от тялар кинотеатрда күйіп баштаған. МЧС-тің ішілерілі тудум ішіндегі элжон тышқары шығарылып, артып қалғандарды бедірейлі арғадаған. Өрт башталған жерде өчіргендір. Темдектелген соодиң айынша от тялардың күйбіреп өзөктөлген жері 3-ші этаждағы кинотеатрда башталған. Өрттің сигнализациясы іштеп, жеткер жарлайтан система көндігіп, ел жонды түрген дүкей тышқары шығарғылайды. Өрт өчіретшілердің келгеніне жеттіре, тудымның электро идези тоқтатылған. Ұшла гастан қорылар службаның ішчілері дуранның ортозына кирет. Олардың дөсамадузы қызалаңду аялғаға алдыртқан ұлысты табып, жеткерлүү жерден шығарары. Дуранның қажыла қады шертелген. Үзері шығыштар, жабындының алдыла оның үстіне шығар жерлер ончо көрілген. Жеткерге алдырған 2 кіші табылып, олардың бір үзі түрген болыштың бригадасына тапшытырылды. Үреділер тал түште өткірілген. Тудум ішінде 200-ге жуық ұлыс болды. Оларды 5 минуттың тұрғынына шығардылар. Үредіде Маймала Горналтайстың өрт өчіретшілері тұрышқан. Тактикалық тазықтырыныштар тергебісте пландалған айынша өдіп жат. Анчадала көп ел жон жуылып тұрған жерлерде. Үреділік, емчіліклі экономикалық объекттерде. Айғанат Бурмалов, Ольга Усольцевала МЧС-тің пресс-службасының жөмішкөнілі сүрлі күнге. Тергебісте іштеп тұрған мобильный бригадалардың болыжылы көп ұлыс тозаланат. Түкле бұдил 3 мыңға жуық тян жашты ұлысқа олардың болыжы жеткен. Тян жашты үйелі демография деп адалған федерал программалардың арғазыла мынды бригадалар төзеліп, бастыра муниципалитеттерде іштеп жат. Аңылу едімдерлі жазалған көйлік, жон жүрімдіктің ішчілері болуш керексіп тұрған ветерандардың айылдарына барып, аш құрсақ ем тұс апарат. Керек болса оларды отырғызала емчілікке де даштадылар. Татьяна Ивановна бұл іште ұзақ 25 жылдың тұрғынына іштеп келді. Қажылы бойының болыжып тұрған жан жашты ұлыстарды неделеде 2-3 қата барып көріп келеді. Кемнің де құрсағы божып жатқан, кемге де емдер садып берер керек. Олардың көп сабазыла тегінле отырала құтшындашса да керек.
Жон жүрүмдүктүн ишчизине бу улустун айылын арутап, курсак белетээрге келишет. Күскүдө маала ажын жунадарга болушадылар, кышкыда жаан жааган карды күрээрге. Пастра бу ишти Татьяна Ивановна актуу күнүнөн эдип, бойнун ижинин керектүүсүн, бияндузун оңдоп, оморгоп жат. Вам спасибо, что помогаете нам. Майма аймактын Александровка журты. Жаан эмес теремеде 400 киши журтайт. Көп амралтада улус оорула жаңырскан жадып тургандар база. Олордун ончоозуна жөмөлтө болуш керек. Аймактын төс журтуна тетире аптекага, эмчиликке жетерге ыраак жол. Бу эл үлеклердин болужула эмди олордо аңылуу техника бар, кичинек автобус. Ол аңылуу графикла жүрүп, мындай болуш сурагандарды керектүү жерине жетиредилер. Жаан жашты улуска өйүндө эмчилердин болушун алары сүрөйөн учурлуу эмей. Ол гемодиализге барары, анализдерди таң эртендире табыштырары. Профилактикалык прививкалар тургузарга өйүндө келери бу улуска жаан болуш болот. Здравствуйте. Это вот вам гуманитарная помощь от соцзащиты, маски и лекарства. Ага, спасибо. Александр Иванович бу бригаданын келерин озолодон куучундашып өйүндө сакып алат. Жаан жаштуу кишиге боюна аймакка да калаага да барарга күчкө келишет. Суу кадыгы коомой, жаашы жаан улуска бу болуш өйүндө келет. Мындай мобильный бригадалар биздин Тергенин Пастра аймактарында иштеп жат. Пастра керектүү аңылуу эдимдерли белектелген көөлүк боюнун ижин бийик кеминде бүтүрөт. Олорду көп улус сакып болуш алгандар буянын айдадылар. Жүкле бу өтүп жаткан жылда мындай болушту 3000 көп жаан жаштуу улустар алдылар. Лора Тайлунова, Марина Кулеева, Денис Тадыкин сүрлүгүнгө. Ар бүткенге кичемкей жүреріне тасқадарыла ченемелі үлежері. Қадын биосфералық заповедниктің жаш өскүрімдік клубтарының слёды көксі озы аймақты өтті. Оғы жеттен кежі дұрышқан. Бой-бойла маргыжып жахаруларды өйдері станциялардың қарсында биология, экология, география заповедник регенде сұрақтар белетілген. Қанша кіре қадын биосфералық заповедникла тұржатшылар таныш, қызыл пичке кірген өлің чөп туылақтайдың ларасейдің ыңын қожы. Эколога таныштыру квест слеттің сүреке жылбілі бөлігі болды. Мұнан башқа балдар да заповедниктің ішшілері өткірген диандық мастер-класста тұрышқандар. 2 жылдың бажынан қатап заповедник надиларын экологиялық слетта дюды. Бұл жақшынақ жаңжығу болып қалған тұштажулар. Тет эко қорышчылдарла Рубикон, Пегас, Кедр, Хранители, Навигатор деп клубтардың башқарачылары. Заповедниктің төсөргөзінде жеттенге жуық кежет олған. Туштажу Белуха деп арбүткендік паркла Көксоуз аймақтың төс библиотекасының дөмекті үзілі өтті. Телдұрхунан адилық клубтар қолбыны өспей, эко-даныштыру туштажулар өткірген. Экологиялық акцияларла мастер-класстар. Қажыла командада башқа-башқа клубтардың балдары. Тұржашыларға мындай бүтім ойын, бойы ошқаш арбүткенді балаған жаш өскірімне танышып, күн табылы үлежерге жақшарға берет. Жаш үйені арбүткенді сүйріне чеберлеріне тасқадары. Ол бұтыштажылардың дөй самадузы. Слеттің башқарачылары тұрылталарды көріп, келер өйдіштейтен сұрақтарды темдіктегендер. Алтынай Кушкулина, Анастасия Кукотина, сүрлі күнге. Реклама төгенген 5 поездің берілтепісті оның ары ұлалтып жадыз. Бүгінге сүрлі күннің айылчысы. Павел Васильевич Кучақтың адыла адалған ел драма театрдың режиссері Вячеслав Смирнов. Жақшыларда? Жақшылар. Телегөріштерге бізге жартер керек. Сығын айдың бажында демес 11-ші күннен алы 19-ші күнне жетіреп чешіне дергедедзе ондай театрал эл театрлардың фестивалі болын. Театрында тұрышқанар таңынан режиссерлердің лабораториясы деп айттыр. Ол керегіне бізге чоқымдап құшындайзыр. Ондығынна зер екінші қадап болғаныр? Екінші қадап болған. Құшыру неде бұл мұның қандай диан фестиваль бұл кемдер тұрыштырымда? Бұл фестивалі город Грозыда өттет, 4-ші қадап. Мен бұл фестивальді 2-ші қадап жыл баш түрген. Оның дезі мен болғым режиссерский лабораторияда. Подил. Жоқ, ол жылда база болғым. Мен емде ол режиссерский лабораторияда постоянно. Ол режиссерский лаборатория жаңыз Грозныйда болбос, ол неде Москвада может болар, Красноярскта, Пистегородта, может, и как идеемстің руководитель Исрафилов, Рифкат Вакилович Нице. Ол кеже Оренбург театрдың художественный руководители, оның дезе көп художественный руководитель болған неде московский театрларда. Кебістің мұндай театральный
жаңсы Россияда емес, бұл пастора театральный телекейдедер не андай аттучулық же Рифкат Вакилович Исрафилов. А біздің режиссерский лаборатория, ол бұл фестиваль федерацияның в рамках, в рамках этого фестиваля біздің режиссерский лаборатория был өткен. Вот, бізде лабораторияға бартядар Стагрозныйден бізде не мыды иш берген не разобрать сценографическое решение и замысел своего спектакля по пьесе Островского «Беспреданница». Вот біздің андай не иш берсалан болған. Фестивальдің içinde түклі режиссерлерға, бұл сіздердің лаборатория қажылы емес, сіздердің оншы режиссерлерға мындай жақылта берген. Түклі лабораторияда тұрыштырандырыңыз. Түклі лабораторияда. Оның дезі бұл примерный график берейін. Дебе ғанды бек болын завтрак. Завтрактың кейінен бізде лаборатория, бізде бұл беспреданницаны разбирать етеді. Соның ол гүлде қанды спектакльдер болуын. Оларды біз не етеді, шөштетеді, челдеп кәдіс спектакльдерді дербе. Оның кейінен обед, елі жақшы үй. Оның 3 жаста первый показ спектакля, оның дезе разбор спектакля, ол художественный совет, экспертный совет, оның дезе кеті часта пазала спектакль, ол екі акту болзу, екі көрімзілі болзу, 3 час. Onun ужин 11 часта и 12 часта келтеді, оның оштолы қажылы күн аңды. Анда пістейді жамырар үй, аңды жоқ. Көшпешелі тақылаларға. Ажандарының өнесер қошты жақшысанын алын. Ол пісте неде жақшы анда азыраған. Еттің өбіндеді. Оның не пісте экспертный совет имеш не дейм тебе и худсовет, анда художественный совет, анда Ахтучулу Улус Морозов Борис Афанасьевич, художественный руководитель театра Советской армии, профессор, Дябазада Ахтучулу же. Он Любимов, ректор Щепинского института театрального высшего профессор. Он Домогаров, актер Александр. Оның Ястребов, ол анды базақтучыл критик, өткілі анды қанайдар. Не өсе ол соны бір қорқыптыран болының айына? Қорқыптыран, ол кежі чықла кезетші. Чын мұдыр болсын? Оқтықтет. Оның чек сөстері стал неттет. Кажылы кежіні мақты, тоны мақты елі ойтылы сайыр, чоғы ердер бек. Мұнан пастыра жағынан. Ол кежіні мегдараған ол кежі. Оның үшін де ол аңды сөстер, ол аңды нені кешті әттіріне менде даже асанамда да болбон дербе. Аңды кесікті ол аңды нені шоғытпады айдар нені қоқырлап. Аңды қанайдар нені подтекст, аңды философский қанайдар не отанды кежі. Ол кежінің қанайдар? Оны ел спорттыран көріме, байлық олыс, тепсік олыс көрбен немені таған әді шыштеп көрелі, аңылелі. Оның Автушенко, ол кежі гидистап заведующий кафедры сценической речи. Оның позаики критик был он. В основном. Так ба? Хава Ахмадова, он председатель театра, фестиваля Федерация, Марина Михайловна Корчик, председатель драматических национальных театров СССР России. Вот ол Андрей Улус. Бұл Улус, көрдер онда пісті көрттірін елжонға жартер керек фестиваль айынша өске қанды қалықтардың театрлары келіп ойыныңызы көргізлерін көргізген. Оның бұл эксперттер оны шіртеп ойының сөстерін айтқан. Сілердің ежерде лабораторияда олар база тұрышқан ба? Сіздердің бұл билетігін? Жоқ, пис емеш башқа дербе. Вот мұнда экспертный совет, спектакль көрсет, экспертный совет и художественный совет ол нені спектакльді разбирают, қандай спектакль бол, неде жақшы, неде жаман.
Оның дезе, оның кейіннен екінші, ол естендірі, бес поездің лабораторияда, ол спектакльдарды база разбираем. Бүгін қандайда көргісіп үтқалан, ертесінде, эксперттердің кейінен сер ертесінде бұл лабораторияға кірттіран режиссерлер тюлы жалы база олла спектакльдерді жүштедір. Ченемелі қандай? Үскі режиссерлерлі сер күн санағар айтыштырын бой бөрға? Меге жарады, меге жарабады, сілер нені демдектірер? Демеге жараған спектакль, ол чечен театрдың спектаклі, постановки Гема Ахмадованы. Анда режиссер Ахмадова, драматург Ахмадов. Жасмен он жартиын, дебе. Выше гор дептірін спектакль. Анда үч анды не болғаны үч рассказ. Даже рассказ емес эпос. Анды значимый дерби, анды темдектелі, қажыл қалқа. Вот первый, анда кюга и кюл опаздывают. Оның бір уақыт казнете таңсмені, бұл тибір, бұл да ол кеже алған, бала болар, мені надо расстрелять, потому что мы опоздали как дезертиры. Оның уақыт не пуекі ол бірлі қысты сөген, оның бұл ол қысталы алан, и ол как бы жертвует тербе, себя жертвует ради счастья бойының сүйген ғызылы нөкерінге. Вот аңды не, оның бізді аңды кровный месть және аңды затрагивает. Аңда бір Олардың аписте аңды база, адазы прощает убийцу, адазы прощает убийцу своего сына. Вот, да, так очень мудро они сделали, очень мудро постановка была. Сценография есть тёх, санда башня, как символ кавказцев, чеченцев, башенная вышка, он каямна буркельза, анда был не кузница. Iki стульчик особо анда сценография тёх, а анда не построчарла келин, анда мен буду зомчик не анда философия. Анда көздер, анда ол спектакльді көрейді, сен санатчадың бұл мен қана едер едім. Жылы режиссер оны санатырам ғой. Жоқ алу философияны, анда дается на размышление дерби. Точка аны тұрғыспайды. Дается делік на размышление, сен санан. Оның арақандай болыр. Сен бойын ғана деседің, анда глубокий философия дерби. Анда олар не бір біздің тағызыларды нететіне қимақтаттат дерби. Сен де оны анда білеріңгі сенің де сенің адаң ғана жатылған, оларды ғанды не болған, олардың адалары ғанды жатқан. Вот ол спектакль, ол диана мен жараған. Конечно, режиссерский диана не сделать уже пашқа. А вот конкретно тема дербе, тема жараған. Те баштапқы сұрақ емес, онда темдіктейтен еме, пістің ештендірі, пісті көрттерін елжонды алсанаға дүжірейдіз. 9 саттан алла. Ол санарқап жаған болыр ол жаннан. Екіншісін айдырға дыра демесілер, ол спектакльді көрілі. Яраған деп темдіктерді мен санзан спектакльдер көп олды. Сіздер оны көрілі, емде бұйырдың жерде қанда оның көрген неме тұзалынылар бұл. Қандай да темалар бейдірері білбезім. Сана бар ба? Келді бесері жолай келтиадалы ол үйді? Келген, төт көздер анда не Мордовский театр спектакль көріскен в сапоге у моей бабушки играл фокстрот. Кенде вроде бы қандай абсурдный дерби. По спектакль анда ине адазы, и анда режиссерский очень интересно преподносил, анда не асарный жанр был найден. Он мне интересно показался. Пока для размышлений дерби. Санантрам. Анда можно алалара.
теордап емес. Просто попробовать тербейді, қана кележер бе, келеспес бе, бұдемді формат пістемді, пістің театрда. Мен не жаңа айдерге, пістің өстіген жағanya, толығын тартарда, қалғаншыла сұрақ қысқарта меге қарузын жандырып берсер. Еміслер, қанды-қанды көргізуге белетіне дірбе, нені тұрғыстядыр ба, олығынан көрілі тұзағыларға. Емді менде жаң иш шоқшын, емді иш айынша оның адызы любовь, любовь смертельно опасная, жестокая, но прекрасная. И анда кезік нелер меге деғанайдар, гез спектакльдерді оның обсуждение режиссерский лабораторияда оқышына жала. Вот канадер исходный событиелер будут башталтет. Олар меге беш көзімді ашып берендер бе. Направили мені. Көрімер жана ерін. Көрімер жана. Жаңы саналар бар оны едір. Соны қачан көрерсіз? Қачанға февраль айда. Келер жылда. И не экспериментальный, а трудно не экспериментальный, не актуальный дерби пьеса, мало залда было, мен был ноябрьда экспериментальный спектакль был, все это анда касается пистин актуальная тема дерби, и отцов и детей, и низиля улы, не интернет айынша постоянно кушнаштят, в общем, анда актуальная тема. Тямбиян, телегөрішілерге мен еске алындырып тұрым. Бүгін біздің студияның айлшысы Павел Васильевич Кучақтың адылы адалған ел драма театрдың режиссері Вячеслав Смирнов болған. Тямбиян сіре келген үшін сілердің ол белетеп тұран көргізігерді мен. Білбезім елжонды мен сақырым. Мен сілерді база сақ бітеді. Мұнда біздің белетебес ұшына тедіп келді. Келер тұшташыларға тірек, жақшы болсындар. Жақшы болсын.